Қамыр илеп жаюды білмейтін қыз-келіншектерге арналған видео. Езілмейтін, жабыспайтын, бір тегіс болып шығатын қамыр дайындаймыз. Алдын ала сұйықтығын дайындап аламын. Осылай суға бір жұмыртқа қосамын және бір ас қасық тұз қосамын. Егер ұныңыздың сапасы жақсы болса, жұмыртқа қоспай қойсаңыз да болады. Оның үстіне сұйықтығымызды құйып, қатты қамыр илейміз. Қамырымыздың қатты болып иленуі маңызды. Сонда біздің қамырымыз жабыспайтын болады. Оныңыз жеткіліксіз болып тұрса, тағы да 50 граммдай ұн қоссаңыз болады. Осылай илей берсеңіз, бастары бірігіп, әдемі тегіс қамыр шығады. Осы қамырды илеп болғаннан кейін пленкаға салып, 10 минутқа демалдырамыз. 10-15 минут өткеннен кейін тағы да илеп, тағы да демалдырамыз. Демалған қамыр өте бір тегіс, жылтыр, әдемі болып шығады. Екінші рет алып, тағы да илеп қоямын. Тағы да демалдырып жайсаңыз болады, илесеңіз болады. Ал мен үшіншісінде жаяйын деп жатырмын. Осылайынан қолдың көмегімен осылай дөңгелек шеңбер жасап аламыз. Қатты болса, ұнды көп сеудің қажеті жоқ. Бұны илемес алдын, жаймас алдын жарты сағат, 1 сағатқа тындырып қойсаңыз, сізге жайған ыңғайлы болады. Қамырды жаятын кезде сағат тілімен айландыра отырып жаямыз. Күш түсірмейміз. Жаюға ыңғайсыз, демалмаған қамыр болса, осылай 1-2 минут немесе 5 минутқа қалдырсаңыз болады. Қамырдың қаттылығына қарай. Сонда сіздің қамырыңыз босап, жаюға ыңғайлы болады. Егер жұмсақ болса, олай қалдырудың қажеті жоқ, жабысып қалады. Қамырыңыз бір тегіс болып шығу үшін сағат тілімен айландыра отырып, екі шетіне, тек екі шетін ғана жаямыз, күш түсірмейміз. Қолымызға күш түсіріп қамырды жаятын болсаңыз, шеттері қалың болып шығатын болады. Сол үшін күш түсірмей жайсаңыз, бір тегіс жайылады. Сосын қамырды қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Езіліп кетуі мүмкін. Сәл ғана жұқа қылсаңыз болады. Мінекей, мыжып көрдім. Ешқандай жабысқан жоқ, жыртылған жоқ. Бір тегіс болып шықты. Осыны нарынға да, лағманға да, қамыр ауқатқа да қолдана берсеңіз болады. Және мантыге де. Мінекей, бір тегіс әп-әдемі болып шықты. Міне, уже қайнатып, түсіріп алдым. Барлығы біркелкі болып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай, енді бұны нарынға да тураса әдемі кетеді. Қамырдың езілмей түсуі бірінші илеуіне байланысты, ал бір тегіс түсуі жаюына байланысты. Негізі қамыр илеудің бірнеше әдістері бар. Егер сіз дұрыс илей алмай, жұмсақ болып қалса, жұмсақ жабысқыш болған қамырыңызды жайып болғаннан кейін жерге мата дастарханға жайып, кептіріп, қаязын қырған кезде қолдансаңыз болады.